Күйеуіммен 5 ай тұрып ажырасып кеттім. Мәхірге шуба сұраған едім. Сол күйі әпермеді. Ашуланып, үйдегі 500 мың теңгені алып кеттім. Дұрыс дедім бе? Не деген сұрақ? Шын айтқан кезде менің кезімде мәхір сұрау болмапты. Өз күйеуімнен оны талап ету ойымда әлде жоқ. Бірақ соңғы кездері мәхірдің дау болып жатқаны туралы ақпараттар өте көп. Оригинал Шанель сумкасы. Не сұрайсыз? Джет. Ну? Самолет личный. Самолет. Да, джет. Private джет. Джет туралы толқыңыз, да? Нет, джет. Бұл весім шығады ғой, А? Бұл весім. Я? Ну, джет типа, самолет личный ғой. Мен мақырға 2023 жылғы Гелендваген сұрағым келеді. Ақ. Ақ хочу. Бағасы көмек қанша тұрады? Бағасы бір 100 миллионнан асады. Біріншіден, біреудің үйіндегі 500 мың теңгені алып кетуді мен ұрлық деп білемін. Егер сіздің үстіңізден арызданып, іс қозғалып жатса, жазасыз қалмайсыз. Сондықтан қайтарып беріңіз. Күйеуіңіздің сізге деген сый-сияпатын шын көңілмен алғанға ештеңе де жетпейді. Меніңше, бұрын болмаған арабтың дәстүріне қызықпағанымыз жөн-ау. Өйткені қарапайым отбасы үшін қазақтың қалың малы, құдалығының өзі жетіп жатыр. Үй, көлік, телефон деп күйеу алдында қадіріңді түсірмей-ақ қойшы сіңлім. Бастысы, сезім мәхірмен өлшенбейді. Ал сыйлы әйелге жігіттер сыйлықты сұратпай-ақ жасайды. Біреудің үйінде